Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздердің назарларыңызға Осакаров ауданының тарихи өлкетану музейі КСРО кезінде депортацияланған халықтар туралы онлайн сабағын ұсынады. Депортация латын тілінен аударғанда шығару деген мағынаны білдіреді. Мемлекеттен тұлғаны мәжбүрлеп шығару. Депортация басқа бір мемлекетке шығып кеткен шетел азаматтарына немесе азаматтығы жоқ адамдарға қатысты қолданылады. 1920-50 жылдары тұрғындарды күштеп көшіру Сталиндік қуғын-сүргіннің негізгі құрамдас бір бөлігіне айналды. Жалпы КСРОда депортацияға ұшырағандардың саны 1920 жылдан 1949 жылға дейін 3.200.000 адамға жетті. КСРОда ең көп орын алған жаппай қуғын-сүргінді көші-қондардың төмендегідей түрлері қолданылды. Саяси мүдде кезіндегі 1934-44 жылдары көшірілік еңбек қоныстандағылар деп атады. 1944 жылдан бастап арнайы қоныс аударылғандар деп атау қолданылды. Жоғарыда аталған күштеп жүргізілген депортациялардың ішінде мерзімі жағынан большевиктік әлеуметтік таптық геноцид бірінші болып жүзеге асырылды. Кубань казактары, зиялылар, діни адамдар алғашқы большевиктік тәжірибенің құрбанына айналды. Одан кейін кулактар мен байларды тап ретінде жою басталды. Оларды 3 санатқа бөлді. Солардың ішінен екінші санатқа жататындарды КСРОның алыс аудандарына жер аудару көзделді. Жоспарлары түрде әкімшілік күшпен алып келіп, қоныстандырудың мұндай ауқымы этностардың гендік қорына нұқсан келтірді. Миллиондаған шаруалар ұжымдастыру жылдарында аштан қырылды. Жаппай ату жазаларына ұшырады және лагерь қапастарына қамалды. Қазақстандағы байларды тәркілеу барысында шамамен 5500 отбасы сыртқа көшірілсе, Қазақстанға орта және төменгі Еділ бойы, орталық қара топырақты және Мәскеу облыстары, солтүстік Кавказ өңірінен 1932-33 жылдары мыңдаған адамдар жер аударылды. Большевиктік газеті обкомының органы, Поволжье немістері АССР жоғарғы кеңесінің органы 1941 жылдың 30 тамызында Поволжье аудандарында тұратын немістерді көшіру туралы СССР жоғарғы кеңес президиумының жарлығы жарияланды. Әскери билік алған сенімді мәліметтерге сәйкес, Еділ аймағында тұратын неміс халқының арасында мыңдаған және ондаған мың диверсанттар мен тыңшылар бар. Олар Германиядан берілген сигнал бойынша Еділ немістері тұратын аудандарда жарылыс жасауы керек. Еділдің немістерінің арасында көптеген диверсанттар мен тыңшылардың бар екендігі туралы кеңес үкіметіне Еділдің аудандарында тұратын немістердің ешқайсысы хабарлаған жоқ болатын. Сондықтан Еділдің неміс халқы өз ортасында кеңес халқы мен кеңес үкіметінің жауларын жасырады. Егер Германиядан басталған диверсиялық әрекеттер орын алса, қантөгіс болады. Мұндай жағымсыз құбылыстарды болдырмау және қантөгісті болдырмау үшін жоғарғы кеңестің төралқасы Еділ аймағында тұратын барлық неміс халқын басқа аудандарға көшіру қажеттілігін білдірді. Қоныс аударылғандардың 1.120.000 немістер болса, 440.000 Қазақстанда орналасты. Ең көбі Ақмола, солтүстік Қазақстан және Қарағанды облыстары. 1942 жылы неміс ұлтының ерлері мен әйелдерінің көпшілігі еңбек армиясына жұмылдырылды. Гольцвогт Артур Фридрихович 1923 жылы туған, 42 жылдың желтоқсанынан 47 жылдың 3 маусымына дейін Тула облысының өнеркәсібінде жұмыс істеді. Немістердің тағы бір бөлігі Қарағанды облысының өнеркәсібі мен ауыл шаруашылығында еңбек етті. Өмір сүру жағдайлары қиын болды. Жарамсыз үй-жайларға орналастырылды. Жылы киім мен аяқ киім де болмады. Азық-түлік тапшылығы сезілді. Жұқпалы аурулар жиі орын алды. Арнайы қоныс режимі қозғалыста шектелді. Қашқаны үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Неміс халқы КСРО НКВД лагерлерінде жұмыс істеуге жіберілді. Онда олар жұмыс бағындарында қатаң қорғауда болды. Моральдық және физикалық қиындықтарға қарамастан, иммигранттар жергілікті халықтың қолдауы мен жаңашырлығын сезінді. Көбінесе қазақтар арнайы қоныс аударушыларды бекетке алып, олармен соңғы кесек нанмен бөлісті.
Депортацияланған халықтар қазақ жерінде екінші отанын тапты. Неміс отбасында Есіл өзенінің жағасындағы кішкентай ауылда кейін белгілі жазушы болған Геральд Бергер өсті. Лаврентия Берия 1944 жылдың көктемінде Қазақстанға 406 мың адам депортацияланды. Қарағанды облысы біршама санын қабылдады. Олар гректер мен Қырым татарлары, литвалықтар мен балкарлар. Депортациялау кезінде көптеген адамдар ашаршылық пен аурудан қайтыс болды. Әсіресе жұмысқа жарамсыз қарт адамдары мен кішкентай балалары бар отбасылар зардап шекті. Сталин қайтыс болғаннан кейін мемлекеттің жер аударылған халықтарға қатысты саясаты өзгере бастады. 50-ші жылдардың екінші жартысынан бастап оңалту процесі басталды. Құқықтық шектеулер салынып тасталды. Оңтүстік Кавказ халықтары кейінірек немістер мен гректер толығымен қалпына келтірілді. Депортация жылдарындағы қайғылы оқиғаларды еске алу және арнайы қоныс аударушыларға көрсеткен төзімділігі мен мейірімділігі үшін қазақ халқына алғыс білдіру үшін Қазақстан Халқы Ассамблеясының қамқорлығы мен республикада алғыс айту күні 1 наурыз атап өтілді. Назарларыңызға рахмет.